Қазақ педагогикалық колледжі тіл және әдебиет кафедрасының оқытушысы Абиева Камила Қошыбайқызы. Пән атауы қазақ тілі, тақырыбымыз фонетикалық талдау. Сіздермен осы күнге дейін фонетикалық курсы бойынша түгелге дерлік тақырыптарды қамтып өттік, және соңғы тақырыптардың бірі ретінде фонетикалық талдау. Фонетикалық талдауды өтпес бұрын бүкіл фонетикалық курсы бойынша өткен анықтамаларды еске түсіруді қажет етеді. Фонетикалық талдау бірнеше бөліктен құралады. Оның біріншісі әріп және дыбыс санын анықтау. Ол осы жолы көзсіз ерлікке барды деген сөйлемнен көзсіз деген сөзді талдап көрейік. Біріншісі дыбыс және әріп саны. Көзсіз деген сөзде 6 дыбыс және 6 әріп бар. Бұл дыбыс және қазақ тілінің фонетикасында дыбыс саны мен әріп сандарының үнемі бірдей сәйкес келе бермеуі және дифтонг дыбыстарды анықтау мақсатында алынады. Екіншісі буын. Буынды еске түсіре кетсек, үш түрін біз өттік. Ол ашық буын, тұйық буын және бітеу буын. Екінші фонетикалық талдаудың кезеңінде көзсіз деген сөздің қанша буыннан тұратынын анықтау қажет болады. Көзсіз, көзсіз деген 2 буыннан құралған. Бітеу буын, бітеу буын. Яғни дауыссыздан басталып дауыссызға аяқталатын буындар бітеу буын деп аталады. Бітеу буындар БАБ схемасы арқылы беріледі. Фонетикалық талдаудың үшінші бөлігінде не белгілейсіздер? Ол екпін түрлері. Қазақ тілінде екпіннің 4 түрі белгілі. Сөз екпіні, ой екпіні, тіркес екпіні және дыбыс екпіні. Біз фонетикалық талдауда белгілі бір сөзге талдау жасағандықтан тек қана сөз екпінін белгілейтін боламыз. Көзсіз сөзінде екпін соңғы буынға түседі. Екпін қазақ тілінің басым көпшілігі сөздерінде, барлық дерлік сөздерінде соңғы буынға түседі. Тек қана екпін қабылдамайтын кейбір қосымшаларды сіздермен білген болатынбыз. Ал біздің көзсіз деген сөзімізде заңдылық сақталған, екпін соңғы буынға түсіпті. Тасымал мәселесіне келер болсақ. Жазып келе жатқанда жолға сыймай қалған бөлігін келесі жолға көшірумен түсіндірілетін тасымалды фонетикалық талдаудың 4-ші бөлімінде белгілейсіздер. Мысалы, адамгершілік сынды сөзді алатын болсақ, 3 тасымал беріледі. Адамгершілік, адамгершілік және адамгершілік деп 3 түрлі жолмен тасымалдауға болады. Десек те, көп жағдайда тасымал буынға негізделеді, ал біздің сөзіміздегі А деген ашық буыны жеке сөздің жолдың соңында қалдыруға болмайды. Оны ескере отырып, буын саны мен тасымалдың бірдей еместігін байқауға болады. Алайда көзсіз деген сөзде буын саны мен тасымал саны бізде бірдей. Көз, сіз, бір тасымал. Бесіншісі, дыбыстарға талдау. Дыбыстарға талдау міндетті түрде белгілі бір реттілікпен жасалған жөн. Мысалы, дауыссыз дыбыстарды талдау жасаған кезде дауыстың қатысына қарай, қатаң ұяң үнді, кейіннен айтылу жолына қарай, шығу ұзын, немесе үнді дыбыстылары үшін ол мұрын жолды және ауыз жолды, жасалу орнына қарай ол еріндік, тіс пен ерін, тіс, тілі, тіл ұшы, тіл алды, тіл ортасы, тіл арты және көмей. Яғни, дыбыстарды талдап келе жатқан кезде, мына 3 бөліктің рет-ретімен жазылғаны жөн болады. Бізде
Біріншісі к дауыссыз дыбыс. Қысқартып жазайық. К дауыссыз. Дауыстың қатысына қарай қатаң. Айтылу жолына қарай шұғыл. Жасалу орнына қарай тіл ортасы. Сақталған реттіліктер, яғни бірінші дауыстың қатысына қарай, айтылу жолына қарай, айтылу орнына қарай үнемі бөліп отырсаңыздар дұрыс болады. Келесі дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстар. Тілдің қатысына қарай, жақтың қатысына қарай, ерінің қатысына қарай үшке бөлінетіні белгілі. Осы реттілік бойынша жазғанымыз дұрыс болады. Мысалы, тілдің қатысына қарай ө, жіңішке. Жақтың қатысына қарай ашық, ерінің қатысына қарай еріндік. Яғни дауыстылар мен дауыссыздар 5-ші бөлімде осы ретпен әрі қарай талданады. Біз де з, с, және с сөздерін қайталап отырмаймыз. Келесі бөлімге көшейік. Үндестік заңдылығы. Қазақ тілінде үндестіктің 3 түрін біз өттік. Буын, ер үндестігі және дыбыс үндестігі. Фонетикалық талдауда барлығын көрсетуге тура келеді. 6-шы бөлім ретінде алды. Көзсіз деген сөзде буын үндестігі сақталған деп жазамыз. Яғни сөз не бірыңғай жіңішке, не бірыңғай жуан дауыстылардан тұрса, буын үндестігі сақталған болып табылады. Буын үндестігі сақталған. Екіншісі ерін үндестігі. Көзсіз деген сөзде ерін үндестігі кездеседі. Ережені естеріңізге түсіретін болсаңыздар, бірінші буында кездескен еріндік дауысты дыбыс өзінен кейінгі тұратын дауысты дыбыстарды, езулік дауыстыларды еріндікке айналдырса, ерін үндестігі орын алады. Бізде көзсіз сөзі көз сөз болып, ерін үндестігіне бағынып жазылады. Көз сөз. Яғни ерін үндестігі байқалады деп жазамыз. Үшіншісі дыбыс үндестігі. Бізде дыбыс үндестігі кездеседі деп жазамыз. Яғни бұл жерде кейінгі ықпал орын алады. Яғни қатар келген дыбыстардың бір-біріне әсер етуін дыбыс үндестігі деп атаймыз. Ол өз ішінде ілгерінді, кейінді және тоғыспалы болып бөлінетін естеріңізде бар. Яғни көзсіз сөзінде с сөзі өзінің алдында тұрған з әрпін қатаң с-ға өзгеріп тұр. Көзсіз. Осымен фонетикалық талдауымыз аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.